Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді ағайын, сіздермен тәжвид сабағымызды одан әрі жалғастырамыз. Бұған дейін сіздермен біз сукунды нунға және тәнвинге байланысты ережелерге тоқталған болатынбыз. Енді бүгін сіздермен сукунды мимге байланысты үш ережеге тоқталатын боламыз. Соның біріншісі идғам мутамассилайни биғунна деп аталады. Мутамассилайни дегеніміз екі ұқсас әріп, екі мимнің келуіне байланысты бұл ереже. Ғунна дегеніміз бұл мұрынмен ыңылдап шығу, я? Осыны алдында айтқан болатынбыз, идғам биғуннан өткен кезде. Енді бұл жерде ережесіне тоқталайық. Сукунды мимнен кейін, мінеке айттық, сукунды мимге байланысты үш ереже. Сукунды мимнен кейін харакатты мим келетін болса, яғни кәсра, фатха, дамма ретін болып мим келетін болса, бұны шаддалығып ғуннамен оқимыз. Яғни екі мимді қосамыздағы шаддалығып ғуннамен оқимыз. Екі мим шаддаланып ғунналы идғам болады деп жазылып тұр мына жерде. Енді мысалына тоқталып өтейік. Мысалы, ләхум мәғфиратун жазылған түрі ләхум, мінекей сукунды мим, одан кейін фатхалы харакатты мим келіп тұр. Ләхум мәғфиратун жазылу түрі. Біз оқыған кезде қалай оқимыз? Екі мимді қосамыздағы соңғысының харакаты фатхасымен оқи береміз, шаддалан, шаддағылып. Ләхум мәғфирату, ләхум мәғфирату. Мына жерде де солай, уахум муаридун деген сөз келіп тұр. Жазылуы қалы осылай бөлек жазылады. Сукунды мим, одан кейін харакаты даммалы болған мим. Оны қосқан кезде мына мимді шаддал қыламыз, екеуін қосып, және де мына соңғысының харакатымен оқимыз. Уахум муаридун, және кішкене мұрынға апарып ыңылдаймыз, және де шамал ұстап тұрамыз, біз айтқанымыздай. Уахум муаридун, мына жерде де ләхум мәғфирату. Мінекей бұл біріншісі, идғам мутамассилайни биғунна. Енді ерін ихфасы деген екінші ереже, осы сукунды мимға қатысты. Сукунды мимнен кейін бә әрпі келетін болса, ерін ихфасы деп айтылады. Яғни ерінмен жасырамыз бұны. Мим әрпі ихфалы болып оқылады. Біз алдында сукунды нунға және тәнвинге байланысты ережені өткен кезде ихфан өткен болатынбыз. Яғни жасыру деген мағынаны білдіреді. Бұны да ғунналы дыбыстаймыз. Мысалға оқыған кезде уахум би раббихим деп жазылған түрі ашық жазылады. Уахум би раббихим. Енді біз оқыған кезде уахум би раббихим. Яғни мим әрпін толық айтпаймыз. Мим әрпін толық айтпаймыз. Уахум би раббихим. Ерінмен жасырамыз. Яғни жасырған кезде хум деген кезде мынандай бір ощущение болу керек, сезім. Мына еріннің екі ортасынан бір кәдімгі дәптердің жұқа қағаз болады ғой, сондай қағаз өтетіндей ерін толық жабылмау керек. Немесе бір жұқа бір пластинка, пленка өтетіндей ерін толық жабылмау керек. Яғни сондай деңгейде ерін ұстаймыз. Уахум би раббихим. Уахум би раббихим. Және де ғуннал, мұрынға қаратай ыңылдаймыз. Уахум би раббихим. Яғни ұстаймыз кішкене. Уахум би раббихим. Я'тасим биллахи. Оқыған кезде я'тасим биллахи. Я'тасим биллахи. Тағы бір оқиын. Я'тасим биллахи. Көрдіңіз ғой, ерінді толық жаппайсыз. Қағаз өтетіндей көлемде ерін кішкене ашық қалады. Сол кезде өзі жасырылады, және де ғунналы болып оқылады. Фахкум бәйнана. Оқыған кезде фахкум бәйнана. Фахкум бәйнана. Яғни бұны үш ереже бол, бұл мимға байланысты, сукунды мимға байланысты үш ережені осылай жаттап алыңыздар. Мінекей сукунды мимнен кейін біріншісі харакатты мим келеді, екіншісі сукунды мимнен кейін бә келеді. Енді мынау ішіндегі ең оңайы ерін исхар деп айтылады. Исхар дегеніміз біз алдыңғы сабақтарда өттік, ашық, анық оқу. Яғни сукунды мимнен кейін мына мим және бә әріптерінен басқа қалған әріптердің біреуі келетін болса, сукунды мимді да, одан кейін әріпті да ашық оқимыз. Сукунды мимді ешқандай идғам ештеңе жасамай, ғунна жасамай, кідірместен ары қарай оқимыз. Бұл оп-оңай. Яғни бәмен мимнен басқа әріптердің қалғандар келетін болса, сукунды мимнен кейін. Мысалға, ләм ялид ашық оқимыз. Қалай жазылып тұр солай. Ләм ялид. Әләм тара. Ләхум фиха. Алейхим ва ләхум. Аксаруhum şakirina. Lakum dinukum. Aleyhim ayatuhu.
Көрдіңіздер ғой, ашық оқимыз. Енді кеттік, келесі сабағымыз өтейік, 7-ші бөлімге. Бұл идғам мутамассилейни. Идғамды білеміз, біз мұрынмен ыңылдап оқу, екі әріпті қосу. Ғунна дегеніміз мұрынмен ыңылдап оқу, идғам дегеніміз екі әріпті қосу. Енді мына жерде өз аты айтып тұр, яғни қазір біз екі әріпті не істейміз, қосамыз. Мына жерде бірінші анықтамасына тоқталып өтейік. Егер бірдей әріптің қосылып шаддал оқылуына, екі бірдей әріптің қосылып шаддал оқылуына идғам мутамассилейни делінеді. Яғни екі бірдей әріптің шаддал оқылуына. Біріншісі сукун, мінекей, сукун, екіншісі харакатты. Екі бірдей әріп бір жерде қатар келген жағдайда идғам мутамассилейни болады. Яғни екі бірдей әріп қатар келсе, мысалға екі та келіп тұр, екі дәл келіп тұр, екі бә келіп тұр, екі зә келіп тұр. Мына жерде екі ләм келіп тұр, мына жерде екі каф келіп тұр. Яғни екеуі екі бірдей әріп, бірақ біріншісі сукунды, екіншісі харакатты болып келген жағдайда біз екеуін екі бөлек оқып жатпаймыз, екеуін бірге қосып жіберіп, шаддал қылып оқып жіберген кезде идғам мутамассилейни болып шыға келеді. Енді мысалдарына тоқталайық. Мысалы, ғарабат тақридухум деген сөз келіп тұр. Жазылуы осылай келеді. Біз оқыған кезде ғарабат тақридухум деп тәні шаддал қыламыз. Екі тәні қосып, шаддал қылып, соңғысына харакатмен оқимыз. Ғарабат тақридухум. Қад дахалу деген сөз оқыған кезде қад дахалу. Изхаб би китаби. Қосқан кезде изхаб би китаби деп шаддал қыламыз. Из-захаба. Көрдіңіз ғой, мұнан бөлік оқу негізі қиын. Сол себепті мұна ереже бізде орын алады, қосып жіберу. Из-захаба деп оқып жатпай, из-захаба. Бәл-ләджу. Оқылған кезде, жазылған кезде бәл-ләджу. Қосамыз бәл-ләджу. Юдрик кумул мәуту. Юдрик кумул мәуту. Жазылған кезде, қосылған кезде юдрик кумул мәуту деп шаддамен оқимыз. Енді одан кейін идғам мутажанисайни. Идғамды айттық, қосу. Мутажанисайни дегеніміз екі жыныстары бірдей болған әріп. Енді мінекей тоқталып кетейік. Анықтамасына бір жерден дыбысталатын бір-біріне жақын екі бөлек әріптің идғамы, яғни шаддал оқылуы қосылып, идғам мутажанисайни деп аталады. Мына жерге мән беріңіздер. Бір жерден дыбысталатын бір-біріне жақын екі бөлек әріп бір-біріне жақын және бір жерден дыбысталады. Оның және біріншісі сукунды, екіншісі харакатты болып келеді. Махраждары бірдей, екі бөлек әріп. Махраж дегеніміз дыбысталуы. Ең бірінші сабақта айтқан болатын. Махраждары бірдей, дыбысталулары бірдей, екі бөлек әріп бір жерде қатар келген жағдайда, мұнан ескеріңіз, біріншісі сукун, екіншісі харакат. Идғам мутажанисайни болады. Яғни бірге екі бөлекті шаддалы қосып оқимыз. Бұл екі әріпті идғаммен қосу уәжіп дейді, яғни міндет. Мінекей, үш топқа бөлінеді. Бұлар өзі жақын әріптер, алфавиттегі тә, дәл, та. Жаттап аласыздар. Тә, дәл, та. Сә, зәл, ва. Көрдіңіздер ғой, бір дыбысталулары бір-біріне ұқсайтын екі бөлек әріптер. Мысалы, тә мен та ұқсайды, дәл да оған келеді. Сә, зәл бір-біріне ұқсайды, ва да оларға келеді. Бә, мим. Осы үш категориялы әріп. Енді мысалдарына тоқтайық. Мәселен, вақалат таифатун. Тә келіп тұр, одан кейін оған дыбысы ұқсайтын бөлек әріп та келіп тұр. Енді біз оқыған кезде таға айналдырып жібереміз. Тәні қосып шаддамен таның харакатымен оқимыз. Вақалат таифатун деп. Ма абаттун. Мінекей, дәл келіп тұр, сукунды болған, одан кейін тә келіп тұр, оған ұқсайтын, дыбысталу ұқсайтын. Оқыған кезде мә абаттум деп дәлді тәға қосып, шаддамен тәнің харакатымен оқып жібереміз. Мә абаттум. Енді мына жерде сә кеп тұр. Сукунды болып, одан кейін зәл кеп тұр. Өзіне дыбысталу ұқсас әріп. Бірақ бөлек әріп. Енді жазылған кезде елхәз зәлика болып жазылады. Біз оқыған кезде қалай оқимыз? Зәға шадда ретінде шадда қылып сәні қосамыздағы екі зәғып және зәнің харакатымен оқимыз. Елхәз зәлика. Из заламу. Зә сукунмен кеп тұр, оған ұқсас ва әрпі кеп тұр.
заға шаддамен қоссаң шадда қыламыз да заны екеуін қосып заның харакатымен оқимыз. Иззаламу деп. Мына жерде иркаб маана деген жазып отыр міне. Бим сукунды бә келіп тұр. Бә әріп. Одан кейін мим әрпі харакатты келіп тұр. Қосқан кезде иркаб маана қосамыз иркам маана. Енді бұл жерде бә әріп мен мим әрпі қатты енді құсан құрамайды, бірақ енді ережеде осылай келеді. Жалпы бұл өте оңай, осылар жаттап алсаңыздар болды. Бұл практикаға түскен кезде оп-оңай үйреніліп кетеді. Енді мына жерде бір ескерту бар. Егер бірінші топтағы, мінекей, мына жердегі бірінші топтағы сукунды то әрпінен кейін, мына жерде мінекей та әрпінен кейін то келді ғой. Енді мына жерде керісінше сукунды то бірінші келіп, одан кейін та әрпі харакат болып келетін болса, та ти ту болып. То әрпі жуан дыбысты әріп болғандықтан, жуан дыбысты әріп болғандықтан толық идғам жасалмайды, толық қоспаймыз. Толық қоспаймыз. Енді мына жерде мысал берілмеген, біз Алла нәсіп етсе Құранға түскен кезде ол мысалдарға тоқталамыз. Енді оп-оңай толық идғам жасалмайды, екеуін толық қоспаймыз, екеуінің де хақысын беріп оқимыз. Жарай ма? Соған практикаға келген кезде біз оған тоқталамыз. Енді соңғы бір бөліміне келейік, бұл идғам мутақарибайни. Жақын әріптердің бірге қосылуы. Енді егер дыбысталу бір-біріне жақын, бір-біріне жақын екі әріптің біріншісі сукунды болып келсе, екіншісі харакатты болып келсе, міне харакатты болып келіп тұр, сукунды харакатты. Сукунды харакатты. Бір жерде қатар келсе, бір жерде қатар келсе, идғам мутақарибайни болады. Бұл екі әріпті де идғаммен оқу важып, бір-біріне қосып оқу міндет. Идғам мутақарибайни мінекей мына екі топтан тұрады. Ләм, ра әрпі, және қаф, каф әрпі. Оп-оңай. Енді осылардың мысалына тоқталайық. Мысалы, құл рабби деп жазылады. Жазылған кезде құл рабби деп. Сіз оқыған кезде қалай оқисыз? Құр рабби деп оқимыз. Құл рабби оқыған кезде құр рабби. Бәл рафаахуллаху. Бәл рафаахуллаху. Жазылған кезде осылай. Бәл рафаахуллаху деп қосып оқисыз. Яғни алдыңғы ләмді раға қосасыдағы раны шәддәлі қып, сол раның харакатымен оқисыз. Бәл рафаахуллаху. Енді қаф пен каф әрпіне қатысты мысал. Әләм нахлуқкум. Қаф әрпі сукунды болып келіп тұр, каф әрпі даммал болып келіп тұр, харакатты. Яғни бұның ережесінде жаңа айттық, екеуі қатар келу керек. Мінекей, яғни біріншісі сукунды, екіншісі харакатты болып келу керек. Ол дамма, фатха, кәсра болып келу мүмкін. Сол кезде бірінші әріп пен екінші әріпті қосамыздағы, екінші әріпті шәддәлі қып харакатымен оқимыз. Әләм нахлуқкум. Оққан кезде әләм нахлуқкум деп кафқа айналдырып жүреміз. Әләм нахлуқкум. Өйткені оңай оқылғаны үшін осылай. Мінекей бүгінгі өтетін тақырыбымыз, қадірменді ағайын, осы сукунды мимге қатысты үш ереже, және де бір-біріне ұқсас әріптердің, бір жерден дыбысталатын әріптердің қатар келген кезде қалай оқылуына қатысты ережелер. Енді үйде міндетті түрде бұларды жақсылап қайталаңыздар. Бұлар енді бір қарағанда қиын болып көрінгенмен, бұлар практикаға түскен кезде өте оңай тақырыптар. Алла нәсіп етсе, алдағы уақытта Құранға түскен кезде бұл мәселелерге практикалық тұрғыдан иншалла Құранда бір-екі рет тоқталған жағдайда өздеріңіз автоматты түрде үйреніп аласыздар. Алла тағала ілімдеріңізді арттырсын. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.